Кешіріңіз, кіруге бола ма? Иә, кіріңіз. Алдында біз сізге бір жоба жайлы хабарласып едік. Қыздар айтты. YouTube канал, интернетке бір видео жазасыздар, иә? Не туралы? Сіздің кино әлемі жайлы, кинодағы өміріңіз жайлы және жетістіктеріңіз жайлы білейік дегенбіз. Енді сұхбат ретінде ма? Иә, сұхбат ретінде. Сұхбат қазіргі кезде қызық емес сияқты деп ойлаймын. Менде мынандай бір ой туындады. Сөзбен жеткізгенше мен сіздерге барлығын көрсетейін. Сіздер видеоға түсіріп алыңыз. Жахан, қалайсың? Жақсы. Жахан, мен қазір сөйлесе алмаймын. Машинамен келатырмын. Осыдан бір апта бұрын сауалнама басталды. Бизнес по-казахскиге Жаханды немесе Қайратты аламыз деп. Содан бері Жахан күніне 40-50 рет звондайды. Сондықтан солай сөйлестім. Жоқ, кешке кездесе алмаймын. Астанаға ұшамын кешкісін. Аха. Кешкісіміз дәл қазір ұшайын деп жатырмын, аэропортқа баратырмын. Аригато. Уалейкум ассалам. Вообще уберем, братан, а? Она не смешная получилась. О, мына жерде. Әдем отсыңдар ғой. Мы работаем авторами сценария фильма «Бизнес по-казахски» в Турции. До этого мы писали «Бизнес по-казахски» в Америке, «Бизнес по-казахски» в Африке. Надеюсь, в этот раз тоже получится хорошее кино. Жаңа көшеде келе жатсам, полицейскийлер тоқтатады. Осындай мен ойлағанмын, документ сұраймын десем, Жахан таңдадыңыз ба, Қайратты ма дейді ғой. Серьезно, что ли? Да, кәдімгідей хайп болып кеткен ғой. Екеуін де алайық. Бірақ кинода олар жоқ болады да. Барлық мысалы киноға келген адамдар оны күтіп отырады. Жахан қашан шығады, Қайрат қашан шығады, күтіп отырады. Кино бітіп жатыр, әлі жоқ. Сосын титр басталған кезде екеуі экранның екі шетіне шығады да, «Мераба» дейді. Солай жасаймыз да? Можно? Мы зато людей не обманем. Nasılsınız? Oh, Sakay, nasılsınız? Қалайсыз? Жоқ, Астанаға кетпедіңіз ба не, брат? Evet. Жоқ, Астана деген қала жоқ қой, мен просто прикол қылып айтқанмын ғой. Брат, что там не болып отыр, біздің шаруа совсем не. В фильме очень много персонажей. Еще турецких актеров добавится наверняка. Если там Жахана или Хайрата кого-то выбирать, мне кажется, стоит все-таки отметить тот факт, что Хайрат по-турецки говорит. Это большой плюс для него. Поэтому, если там вдруг даже не пройдешь, то как бы ренжимемзге, это просто же как бы момент такой. Братан, біз екеуміз бірге киноға түстік қой, қуаныштысыз ба? После матча можете обменяться футболками. Хотя у вас нету футболок, можете обменяться пальтоми. Былай жасайық та, Жахан, әлі шешкен жоқпыз. Бірақ күзде мен Майла Файсудың екінші бөлімін түсірейін деп жатырмын. Сол жерде екеуміз от души ойнаймыз. Тоже Стамбулда ма? Жоқ енді. Турцию хочешь здесь на халяву? Жоқ, енді бәрі Стамбулда болды. Міндетті емес ол Стамбулда. Жоқ, именно тілге қарап тұса бар ғой. Мен де үйреніп аламын тілді. 2 күн болды ғой бастағаныма, соның өзінде нормально үйреніп отырмын бар ғой. Негізі олай емес, дұрыс емес ол. Продюсер, сценарист емес, оны халық шешеді деді ма, до конца халық шешу керек. Nurlan Bey, öncelikle beni bu filme çağırdığınız için çok memnun oldum. Bu bana çok önemli şey. İlk defa gerçekten çok şaşırdım ben. Büyük projeye beni çağırıyor, ne yapıyor, ne yapalım. Совершенство, да, говорит? Мен майдан білейін. Даже тексере алмайсың ғой, нормально. Совершенство именно. Ты в лицее учился, да? Жоқ, мен Қазақстан ұлттық арнасында дубляжды аударып киноны. Олар оригиналда сөйлеп отырады, мен қазақша аударып отырамын. Содан үйреніп алғанмын. Былай көбісі сұрайды да, сен оқып алдың ба, лицейде оқыдың. Сонда мексиканский сериалға дубляж жасап солай үйреніп алуға да Мексика? Енді оны да үйреніп алуға. Вообще можно обновить весь актерский состав. То есть, в смысле? Допустим, прикинь, вместо Жомарта вот Хайрат будет играть. Прикольно же? Типа, новый владелец отеля, Хайрат по-турецки говорит, едет в Турцию. Да. Типа... Вместо тебя, получается, вот Хайрат, если будет играть, зритель будет ждать тебя, типа, сейчас выйдет Нурлан, там Жомар, все дела, здесь бах, Хайрат. И Хайрат такой выходит. Неожиданно, по крайней мере, что-то фишка новая, что-то. Можно придумать, что там отель продал Хайрату, новый владелец, типа, купил и, типа, в Турцию поехал. Сонда Хайрат менің рөлімді ойнайды, Да. Прикольно будет. Мне кажется, не прикольно. Дай сондай прикол түнгі студиямен жасап кетті ғой. Ұлттық арна эфирінде түнгі студия жобасы. Кеш жарық, құрметті достар, кеш жарық ұлттық арнаның көрермендері эфирде түнгі студия бағдарламасы. Енді мына жерде кинода мен рөлімді алып қоя ма? Не знаю. Енді бірге судан бола ма, бірақ ащы екен де мен жеген. Борщ жесің ба, борщ?
кейде тойларда жүрген кезде ай Нұрлан балам не қылдың деп сұраған кезде мен андай өтірік айтып жіберетінмін да мен бұл түнгі студияға келу үшін 200 мың доллар ақша бергенмін деген сияқты қалжыңдайтынмын да. Көбісі енді конфликт болды деп ойлайды арамызда. Онда ештеңе болған жоқ. Нұрлан кететін кезде ол кезде Қазақстан ұлттық телеарнасының басшысы Ерлан Тынбайұлы Кәрім мырза Нұрланның өзінен сұраған екен, жалпы бұл түнгі студия бағдарламасын ары қарай жүргізіп кетуге кімді көріп тұрсың, кімді қалдыруға болады деген кезде Нұрлан аға сол кезде мені ұсынған екен. Кеттік па? Кеттік. Давай сейчас попросим. Молодой человек. Жоқ, өзім төлеймін. Да не надо, я заплачу нормально. Не, өзім төлеймін саған. Сәлем достар, барлықтарыңызды Ясуда мейрамханасына шақырамын. Өте керемет, тағамдар өте дәмді. Осылай төлейміз ғой? Шықпай, кеттік. Рамзин! Рамазанчик, салам, қалайсың? Тебе карантин пошел на пользу. Қалайсың? Ақтаның ғой, 4 килограммсың. Не жалып? Ничего. Кстати, ты что-то бизнесом занялась, что ли? Вот сол мен карантинде айтпақшы онлайн курс жасадым. Бір адамға 10 мың теңге, 5 күн оқытам. 5 күн курс, 10 мың теңге? 10 мың теңге, 1 сағат па? 2 сағат. 2 сағат? Иә. Бір рет, короче, Иә. да? Зато поэзия оқуды үйретемін, кастингке қалай баруды үйретемін, жалпы площадкада өзіңді қалай ұстау керек, каприздарды Это көрсетпеу хорошо, ладно. керек. Қанша адам уже? Где-то 100 адамдай. Уже? Киноға түспей қоюда болады ғой? Жоқ, енді киномен карьерам ғой, енді ол деген. Осы жыл оқып отырып жатырмын да, мысалы, уже маған үйлену керек, мысалы, машина алу керек деген сияқты ғой. Содан? Сол гонорар жақалай болады. Насчет гонорара? Біреуіңді Насчет гонорара. айту керек сияқты. Бері қараңдар, малый состав бизнес по-казахски. Бесақ па, алтақ па актер. Иә. Ақшаны аямай төлеу керек. Хватит все время об этом говорить. Поняла ты? Қатын! Біз айта алмаймыз. Мен қайтып айтамын немене? Мен Жанаға сіз вот авторитет бар сізде. Сіздің гонорарыңыз көп шығар. Он лежал. Мексика Продюсер. қалайсыздар? Жақсы. Шариға қалай? Онлайн курстар. 100 адам? Мы сейчас только что на эту тему говорили. Қаншадан сонда бір адам? 10 мың теңге. 10 мың теңге, миллион теңге ма? Тамаша. 1 400 000. Миллион 400. Ең бірінші 40 адам Сам болған почитал. Бәріңе не болды сонша? Менің онлайн курсымды талқылап. Рамазан, сен вообще 400 мың миллион теңге деп кеттің ғой кәдімгідей санап. Сен қатысына бұрын, жақсы болады. Ше, неме мен біреудің ақшасын санамайды екем. Сол енді жаңа естідіңіздер ғой. Қорқып отырдық сұрауға, біз бармыз ба жалпы деп. Сол неге ұрғасыздар сіздер әр бөлімде болдыңыздар ғой? Мен өз-өзіме сенімдім да, мен қалады по-любому. Жаһанға уәде берген ғой, Жаһан жақсы актер ғой, қазіргі кезде өзінің көрермендері көп. Ну все же понимают, что, ну, как бы, актеров много, если кого-то добавим, то кого-то придется как бы... Бір нәрсе жіберіп жақында сурет масына. Не дейді? Киномызда бармыз ба деп. Киномызда. Гүлназ ба? Гүлназ съемкада жүр. Қандай съемка? Қазақстан телеарнасы. Сериал? Сериал. Нурлан, там еще один вопрос, как там вот сидели, обсуждали по поводу, ну, уже 5-й фильм даже будет, должен быть 5-й фильм, да, по поводу гонорара. Ну, после такого успеха думали, что может какой-то гонорар, чуть-чуть көтерілгісі қой. Көтердік қой уже бір рет. Кімге? Өзіңізге В принципе, я нормально, но как бы мы все интересуем, тут Рамазан хочет тоже. Аллаға шүкір, жетеді ғой, жақсы. Тауып жатырмын ғой, жақсы. Жетеді ғой, иә? Конечно. Біз келістік қой, Дариға? Енді Онлайн курс жетпей жатыр ма мен? шүкір енді не болса да, бірақ енді. Жыл сайын бизнес по-казахски түсірер алдында біз актерлармен кездесеміз. Басты тақырып сценарий емес, гонорар. У нас есть идея, хорошая идея, мы сейчас ее развиваем. Естественно, актеров много, кого-то может быть и не быть. Ну, будьте к этому готовы. Главное, чтобы костяк сохранился. Главное, чтобы костяк сохранился. Ну, просто люди пишут, ой, в Турции будете снимать, опять Перкош потеряется. Опять Дарига будет наезжать на Жанна, уже все, ну, мы будем это все Былай избегать. жасайық, бесінші бөлімде Еркош сен жоғалмайсың. Кстати, Перкош, ну, относительно, ну, ты с каждой частью все немножко больше и больше становишься. Бәрі жазып отыр. Мамамды айтып отырсың.
Көрдүң бө? Мамаң да жазып атыр. Мен де Инстаграмда жазып атыр. Рамазанымыз дөу өтті ғой деп. Шүкір. Білесің ба, кинода көрермен сопереживать етеді дейді ғой. Дұрыс па, Дарья? Сіз онлайн курс бересіз ғой? Иә. Бизнес показы Америкада саған көрермен уайымдады қатты. Өзіңше кішкентай бір бүйтіп жоғалып қалды қазақтың баласы, бүйтіп бәрі саған уайымдады. Хо, Қазақстан, хо. Қалған бөлімдерде мен ойымша уайым азайып баратқан сияқты. Сен дөйіп баратсың да халық айтады жоғалса Мен де комментарийда жазған болатын. Осы қазақта не бәле кішкене бір танымал болса сразу семіре кететін деген. Ну вот, есть. Ты сейчас сколько вещей перкош? 90. Бірінші бизнесті қанша болды? 53. 53? Сколько? Ойнайтам. 56. Сонда сен әр бөлімде 10 килограммнан қосып отырсың ба? Давайте ради эксперимента проверим, сколько перкош ты весишь. Қоймайсың, Не, просто, ну, 90 мың кәдімгі. Маған сенбейсіздер ма? не, вот весы же есть. Просто интересно. Они рабочие? Посмотрим. Да, Сонда рабочий. алып келген ғой сен үшін Рамазан әдейі. Бәріміз өлшенеміз сөйтіп. Ё-моё, Қанша? 106,3. Кәдімгідей дөу көпсің, твай. Сенің салмағың бар ғой, радио сияқты, анау. Люкс FM бет 106,6. Энес. Энес. Люкс FM 87 ғой. Саған Люкс FM болу керек. Қуанып келгенмін ғой, жұмыс істейміз, ура деп. Сөйтсем, салмақ таста деген емес. Сценаристердің идеясы деп өлетін болдық қой. Рамазан, давай цель поставим, похудеть. Серьезно, если не похудеешь, ну, придется, заменить, без обид. Мен қалай болды екен ауыстырған деп өзінше болса. Ну, на то есть и сценаристы, которые придумают, чтобы и без тебя было интересно. Ну, внедрим другого персонажа, который такой твоего типажа. Не, мне типа кажется, нового. Юрков все-таки так уже... Не, ну, было же уже как бы в 4 частях, терялся везде как бы. Поверьте, если появятся новые герои, они их тоже полюбят. Сәбит бәрібір костяк болу керек қой. Ты про Жахана с Хайратом? Ну, кстати, они очень смешные оба тоже. Рамазан ренжіме, бірден көңіл күйім түсіп кетті ғой. Сәбиттің айтып отқаны жақсылыққа ғой. Маған жазады ғой сөйтіп. Рамазан деген дөу кетті дейді. Келсем, Сәбит Рамазанға қатты айтты. Бірақ енді кәсіби түрде мен Сәбитті қолдадым, өйткені актер, жалпы халық көретін киноға түскеннен кейін, халықтың алдына шыққаннан кейін шамалы бұрынғы образын жоғалтпай, сол қалпында қалу керек. Тұржан. Ромаштың қойсын бар. Жақсы. Әдемі келді, уақытында. Бір әннің как раз. Көмегіңіз керек болып тұрады. Еркошсыз кино қалай болады? Барлық комментарийді осы видеоның астына жазыңыздар. Біз міндетті түрде оқимыз. Келесі серияда кездескенше.